Ассалаумағалейкум. СНГ бойынша Қазақстан алаяқтарға алданудан бірінші орында тұрады екен. Таң қалмаймын. Біздің қазақ өте сенгіш халық қой. Ондай біз сияқты ел еш жерде жоқ. Ой, көңіліміз, пейіліміз дархан болған соншалықты кез келген нәрсеге сене береміз. Біз тіпті Тұрсынбек пен Мөлдірдің ажырасып жүр дегенге сеніп жүрген адамдармыз ғой. Қалғанын қоя бер. Бұл жерде Мөлдірге внимание керек болды. Хит болу керек болды. Былайша айтқанда, звезда болу керек болды. Сөйтіп, не істейді енді халықты алдамағанда? Сонша адамның халықты сеніп, соларға үміт артып, соларға дұға тілеп, Алладан қайтып қосылып кетсінші деп. Ертең болды, звезда болған кейін қайтып қосылып дей салады. Егер солар действительно ұрысып қалып, қайтып қырылысып барып қосылған болса, онда екеуінің де намысы жоқ. Беттеріне айтайын.